Сәлем балалар. Көңіл күйлерің жақсы ма? Қалдарың қалай? Балалар, бізге бір дыбыс естілетін сияқты. Сендер естіп тұрсыңдар ма? Мен естіп тұрмын. Бұл ненің дыбысы деп ойлайсыңдар? Әрине балалар, бұл сыңғырлаған, сылдырлаған қоңырау ғой. Қоңырау қайда соғылады деп ойлайсыңдар? Әрине, мектепте. Мектепте қоңырау не үшін соғылады? Дұрыс, сабақтың басталуын немесе аяқталуын білдіру үшін қоңырау соғылады екен. Бүгін балалар барлық мектептерде алғашқы білім күні қоңырауы соғылып жатыр. Мектептің ішінде тағы не болады деп ойлайсыңдар? Сыныптар болады екен. Қараңдаршы, қандай әдемі сынып. Сыныптың ішінде кімдер отырады екен? Дұрыс, оқушылар отырады. Көрдіңдер ме балалар? Сендер оқушы болғыларың келе ме? Әрине, болғыларың келеді. Бұл бірінші сынып оқушылары. Сендер де балалар бірінші сыныпқа, мектепке оқушы болып барасыңдар. Оқушыны балалар біз қалай ажыратамыз? Оқушыларды қай жағынан ерекшелік болады? Дұрыс. Балалардың үстіндегі киімі әр мектептің өзінің таңдап алған оқу киім үлгісі болады екен. Бұл оқу киім үлгісін қыз балаларда, ұл балаларда тастамастан арнайы мектепке баратын күні киіп барады. Және қыз балалар басына әдемі қылып шаштарын өріп, оған бантик тағып қояды. Және оқушылардың қолында құрал жабдықтарды, оқу құралдарын салатын сөмкесі болады. Ол сөмкенің ішіне не салуға болады деп ойлайсыңдар? Қане бірге салып көрейікші. Мынау балалар, сөмке. Бұл сөмкеге айналасында тұрған заттардың қайсысын салады деп ойлайсыңдар? Дұрыс. Дәптер. Дәптер не үшін қажет? Әрине, жазу үшін. Қалам. Қалам не үшін қажет? Ол да жазу үшін. Түрлі түсті қарындаштар. Түрлі түсті қарындаштар бізге әдемі суреттерді бояу үшін, суретті салу үшін қажет екен, е? Ал сызғыш. Сызғыш не үшін қажет? Дұрыс, онымен біз өлшейміз және түзу сызуды үйренеміз. Ал кітап ше? Кітап ең бірінші оқушыға қажетті құрал. Ол кітап арқылы білім алады, оқиды. Ал бұл қандай кітап деп ойлайсыңдар? Әрине балалар, әліппе ғой. Ал мынау орамал және тіс щеткасын сөмкемізге салып алып барамыз ба мектепке? Жоқ. Әрине балалар, дұрыс айтасыңдар, ол тазалық құралы. Ал мектепке апаратын заттарды қалай атайды екенбіз? Дұрыс, оқу құралдары. Осы оқу құралдардың атауын мұқият есіңде сақтай ғой балақай. Мен сендердің балалар білімді, білікті, болашақта өте білімді оқушы болып мектеп табалдырығын аттайды деген сенімдемін. Енді балалар, өздерің үйде ата-аналарыңмен, аға-әпкелеріңмен армандаған мектептеріңді құрастырып көріңдерші.